Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться. Темелерін баса кетуіңізді сұранамыз, ал онда біз бастадық. Үкімет 3 миллионнан астам қазақстандықтың жалақысын артады. Еліміздегі 3 миллионнан астам адамның жалақысы өсетін болды деп хабарлайды Бақ.кз тілшісі. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов үкіметте болып жатқан еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін жөніндегі кеңейтілген жиынында мәлімдеді. Отырыста үкімет басшысы халықтың табысын арттыру бағдарламасын іске асыру туралы айтты. Белгілі болғандай, шара аясында 3 миллионнан астам адамның жалақысы өседі деп жоспарланып отыр. Мемлекеттік барлық әлеуметтік міндеттемелерді уақытылы және толық көлемде орындалуда. Атап айтқанда, биыл 4,4 миллион адамның әлеуметтік төлемдері көбейді. Осы мақсатта 4,6 триллион теңге бөлінді деп атап өтті премьер-министр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.